Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз тектілердің тұрағына білімнің өшпес шырағына айналған қасиетті сырын енудеміз. Елдің әр тасы тарих, ал сол тарихты шәкірт жүрегіне ұялататын ол әрине ұстаз. Ұстаз жолы медиа жобасының бүгінгі қонағы Батыс Қазақстан облысының үздік педагогы, тарих пәнінің мұғалімі Мұхат Қайыржанұлы. Мұхат Қайыржанұлы, сұхбатымызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Енді әңгімеміздің әлқиссасын өзіңіз туралы, өзіңіздің өмір жолыңыз туралы әңгімеден бастасақ. Мен өзім 1981 жылы Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданындағы Хангөл деген жерде дүниеге келдім. Сол жерде 9 сыныпқа дейін Хангөл орта мектебін бітіріп, ары қарай 10-11 сыныпты Орал қаласындағы нөмір 11 Сәкен Сейфуллин атындағы мектеп лицейінде бітіріп шықтым. Содан 2002 жылы Батыс Қазақстан облысындағы Махамбет Өтемісов атындағы, ол кезде Александр Сергеевич Пушкин атындағы мемлекеттік университетті тарих пәнінің мұғалімі болып тамамдадым. Алғашқы 2 жыл еңбек жолында өзімнің сол туған мектебім Хангөл ауылында тарих пәнінің мұғалімі болып бастап, 2004 жылдан бері осы жалпы білім беретін Қадыр Мырза Алиев атындағы орта мектепте тарих пәнінің мұғалімі болып сабақ беріп келемін. Бәрекелді. Енді сіз үшін жалпы тарих дегеніміз не? Мен үшін тарих деген бұл өткенге шолу, өткенге саяхаттау, және сол тарихтың белгісіз беттерін ашу болып есептеледі. Менің бұл мамандыққа келуіме де себепші болған өзімнің ұстаздарым. Сол ауылда жүргенде маған сабақ берген Қалам деген тарихшы ұстазым, және 11-ші Сәкен Сейфуллин атындағы мектепте оқыған кезімде менің әрі сынып жетекшім болып, әрі тарих пәнінен сабақ берген Айталиев Ғаділше деген ұстазым осы тарихқа қызығушылығымды оятты. Содан бері мен тарихтың қызықты сәттерін, қилы сәттерін әлі ашумен келемін. Бәрекелді. Ұстазға құрмет, шәкіртке міндет қой, қашанда ұстаздарыңызды еске алып жатырсыз. Ал өзіңіздің ең алғаш сыныпқа ұстаз болып кірген сәтіңіз есіңізде ме? Ең алғаш сәт бұл 2001 жылы мектептен практикадан өту кезінде болды. Орал қаласындағы номері 36 мектепте ең алғаш маған 8 сыныпқа практикадан сабақ өтуге бұйырды. Сол кезде барып мен ұстаздық жолдың қиын жол екенін түсіндім, әрі сабырлықты қажет ететіндігін түсіндім. Содан бері осы 2 нәрсе менің есімнен әлі шыққан емес. Бәрекелді Мұхат Қайыржанұлы. Ал енді өткенге бір сәт барып қайтудың сәті түссе, қай уақытты таңдар едіңіз? Мен қазіргі кезде мына Ұлытбекінің Алашорда үкіметінің тарихын кең зерттеп жатырмын. Осы бағытта көптеген ғылыми мақалалар, оқушылардың ғылыми жобалар шығады. Соның ішінде қазір зерттеп жатқан тақырып ол 1937 жылы Алашорда үшін атылып кеткен мұғалімдердің ісі болып отыр. Сол оқиғаны кезінде көрген мұғалімдер бар еді. Сол мұғалімдермен ешкім сол кезде сұхбат алмаған екен. Егер маған сол өткеннің бір сәтін берсе, сол 1917 жылғы кезеңге барып, сол кезде сабақ берген, алаш үшін атылып кеткен мұғалімдермен жүздесіп, солар неліктен атылып кетті, соның тарихын білгім келеді. Мұхат Қайыржанұлы, ол замандағы білім жүйесінің өзгеше болғандығы барлығымызға белгілі. Ал енді мынау жаңа замандағы әріптестеріңізге, шәкірттерге тарих пәнін меңгерту барысында қандай әдістерді айтар едіңіз? Ең бірінші, қандай заман болсын, мұғалімде, шебер мұғалімде 3 нәрсе қалыптасу керек. Ол бірінші, терең теориялық білім, ол міндетті түрде болу керек. Екінші, заманға сай, мұғалім әр көштен қалмай, бәсекеге қабілетті болып, жаңа әдіс тәсілдерді меңгеру керек. Үшінші нәрсе, бұл қазіргі кездегі мына жаңа технологияны меңгеру керек. Осы 3 нәрсені мұғалім ұштастырған кезде, ол өзінің ісінің нағыз шебері болады. Мен де мысалы қазіргі кезде мына жастардан қалмай, өзім де жас болсам да, жасанды технологияларды кеңінен меңгеремін. Бұл баланың сабаққа деген ынтасын, қызығушылығын өте қатты оятады. Сонымен бірге ең басты ұстайтын мәселе, ол сіз осы үшеуін біріктіріп сабақ берсеңізде, ең бірінші балаға деген, баланың көңіліне деген ұстазда мейірімділік жол табу керек. Егер бала
сізді жаңағыдай өте жақсы көретінін біліп тұрса, болмаса мұғалімнің баланы жақсы көретін, оны шексіз сүйетін бала сезінсе, сонда сіздің бұл үш ұстанған ұстанымыңызға кең жол ашылады. Бәрекелді. Өте орынды ұсыныс, рахмет. Енді тарих жалпы хронологиядан, датадан тұрады ғой. Осы даталарды меңгертудегі лайфхактар бар ма? Мен осы 20 жылдық тәжірибемде өзім біраз жыл жұмыс жасап, 10 жылдық, соңғы 10 жылдығымда өзімнің бүкіл ұстаздық тәжірибемді жинақтап, оқушылардан алған тәжірибемді барлығын біріктіріп, өзімнің жеке авторлық кітабымды шығардым. Бұл авторлық кітабым 2 бөлімнен тұрады. 2020 жылдан бастап шықты. Оған дейін 4-5 жыл бойы бұл апробациядан өтті. Қазақстан тарихы оқушыларға, талапкерлерге деп арналады. Осы кітабым арқылы мені бүкіл Батыс Қазақстан облысы және Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі мектептер мені осы кітап арқылы таныды. Бұл кітаптың ішінде мен 3 нәрсені біріктіріп тастадым. Бұл кітапты күнделікті мұғалімдер, оқушылар сабаққа қолдануға болады. Сонымен бір мезгілде ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалуға болады. Және бұл кітаппен бір мезгілде олимпиадаға да дайындалуға болады. Соңғы кезде Сырым ауданы соңғы 7 жылдың ішінде республикалық олимпиададан 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алып жүр. Оған себеп осы менің бұл кітабым арқылы болды. Бұл кітаптың ішінде менің өзім жасаған кестелерім, даталарды есте сақтаудың лайфхактары, карталардың барлығы жинақталған. Кейін 2023 жылы осы авторлық кітабымды республикалық педагогикалық идеялар фестиваліне қатыстырып, жүлделі 2-ші орынға ие болды. Осы кітабымды мен лайфхак ретінде әлі күнге дейін барлық республикаға кеңінен таратып келемін. Мұқат Қайжанұлы, енді жаңа өзіңіздің еңбек жолыңызда байқауларда жеткен жетістіктерге тоқталып өттіңіз. Жалпы үздік педагог байқауында жеңіске жеткізуге себепкер болған қандай қадамдар еді? Бұл үздік педагог сайысы бір ғана өлшеммен, я болмаса бір ғана әдіспен өлшенбейді. Бұл мұғалімнің бүкіл жан-жақтылығын көрсететін тәжірибе болып есептеледі. Менің бұндай деңгейге жетуіме ең бірінші кезекте Қадыр Мырзалиев орта мектебіндегі үлкен шығармашылық алаңда жұмыс жасағаным әсер етті. Мен 2005 жылдан бастап 2015 жылға дейін осы мектепте республика көлемінде 12 жылдық тәжірибе алаңы деген алаң жұмыс жасадым. Сол алаңда мен 12 жылдық оқулықтарына сарапшы болдым, авторлармен кездестім, сол класстарға сабақ бердім, үлкен баяндамалар жасап тәжірибе жинақтадым. Одан кейін білім саласындағы үлкен реформалардың бірі бұл 1-ші деңгейлі ілгерінді деңгей мұғалімдердің курсынан өтіп, сол курста алған іс тәжірибеммен бүкіл жан-жаққа тәжірибемді бөлістім. 3-ші бағыты бұл мені ғылыми жобалар бағытында болды. Осы өлкенің тарихын зерттеп, сол арқылы оқушылардың үлкен республикалық ғылыми жобаларға шықты, халықаралық конференцияларға шықты. Осылайша мен бірнеше жан-жақты тәжірибе жинау арқылы осы үздік педагог конкурсының республикалық деңгейіне дейін жетті. Мұқат Қайжанұлы, осы үздік педагог атағы сізге қандай жауапкершілік жүктеді? Бұл конкурс барысында менің түйгенім, мұғалім әрқашан үздіксіз білім алу керек. Ол қашан өзінің білімін тоқтатқан кезде, тәжірибе алмасуын тоқтатқан кезде, ізденуін тоқтатқан кезде, ол сол кезде өзінің мұғалім екендігін жоғалтады. Сондықтан әркез талмау керек, еңбектену керек, алға қарай жылжу керек. Ал енді ізденіс жолында үздік атанғысы келетін әріптестеріңізге қандай кеңес берер едіңіз? Ең бастысы, мұғалім марапат үшін ұмтылмау керек алға қарай. Ол марапат, атаққа ұмтылу үшін жұмыстану, ол еш уақытта сенің жақсы бір жетістікке жетелейді деп айта алмаймын. Мұғалім ең басты нәтижеге бағытталған жұмыс жасау керек. Ол тек қана балаға білім беріп қана қоймау керек. Сонымен қатар өзінің шығармашылық тұрғыда ізденісін, өзінің авторлық бағдарламаларын жетілдіру, өзінің сабағындағы ең бір үздік әдіс тәсілдерді жетілдіру, осы бағытта жұмыс жасау керек. Сондай жағдайда адам жан-жақты өзінің қырын көрсетіп,
жан жақты үздіксіз білім алып, нәтижеге бағытталған жұмыс жасайтын болса, сапалы білім алуға жұмыстанатын болса, міне сол кезде осы үздік педагог атағына кез келген ұстаз қол жеткізеді деп есептеймін. Парасатты пікіріңізге рахмет. Енді біздің сұхбатымыз аяқтала келді. Жалпы сұхбат аяғында жылдам сұрақ айдарына көшсек деймін. Қазір мен сізге белгілі бір сұрақтарды қоямын, соған сіз бір сөзбен жауап берсеңіз. Дайынсыз ба? Дайынмын. Ендеше менен сұрақ, сізден жауап болсын. Сабақтағы ең сүйікті сәт? Оқушының ұтымды жауабы. Тарихта неден шабыт аласыз? Өзімнің пәніме деген махаббаттан. Мектептегі бала күлкісінің маңызы? Мейірім сыйлайды. Балалардан үйренген бір нәрсеңіз? Олармен тең дәрежеде дос болу. Шаршаған сәтте еске түсетін адам? Өзімнің балаларым. Ұстаздық жолыңыз бір сөзбен? Құмырсқаның еңбегі. Болашаққа тілегіңіз? Әрқашан тоқтамаңыз. Бәрекелді Мұхат Қайыржанұлы, әсерлі әңгімеңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен, осымен біздің сырлы сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.